алғашқы екеуі ғана емес, кейінгі жылдары да ауылдағылар гүлнәр мен нұрланды бір-біріне жарасқан жұп деп айтатын. гүлнәр небәрі 18 жасында тұрмысқа шықты. сансыз жігіттің арасынан жүрегі қалаған нұрланды таңдап шынайы махаббатпен қосылған еді. алғашқы айлар ертедегідей өтті. күйеуі алақанына салып аялап бірге болашақтарын армандайтын. жас келін өзін әлемдегі ең бақытты жанмын деп ойлайтын. бірақ сол бақыт ұзаққа созылмады. біртіндеп енесі олардың арасына іріткі сала берді. әйелің саған лайық емес, ол сені сыйламайды, ақшаңды босқа шашады деген сөздер күнде құлағына құятын. анасының сөзіне ерген нұрлан бұрынғыдай емес, ашушаң болып кетті. ұсақ-түйекке бола ұрысып, кейде қол көтеретін болды. гүлнәр қанша рет түсіндіруге тырысса да күйеуін тыңдайтын. енесі болса бар кінәні келініне артып үйдегі тапқан табысын өз қолына алатын. гүлнәрдің жұмыс істеп тапқан ақшасы да өзіне бұйырмайтын. айлық алған күн-ақ енесі алып қоятын, ал күйеуі үндемейтін. арада 6 жыл. 6 жыл бойы көз жасы, қорлық пен үміт пен өкініш қатар жүрді. баламыз үшін шыдаймын, бәлкім бәрі түзелер деген оймен өмір сүрді. бірақ ештеңе өзгермеді. керісінше күн өткен сайын жағдай қиындай берді. бір күні айнаға қарап тұрғанында өз бейнесін өзі танымай қалды. кезінде күліп жүретін қыздың орнында жүзі мұңға толы, жанары сөніп бара жатқан әйел тұр еді. сол күні ол өмірін өзгертетін шешім қабылдады. ажырасуға арыз берді. көпшілік қайта қосыласыңдар деді, бірақ Гүлнұр артына қарап бұрылмады. аз ғана киімін жинап басқа қалаға көшіп кетті. жаңа жерде қарапайым жұмыстан бастады. күндіз жұмыс істеп, кешке қосымша еңбек етті. ақшасын үнемдеп жинады. жылдар өте еңбегінің жемісін көрді. жақсы қызметке көтерілді. кейін өзінің шағын пәтерін сатып алды. тіпті көлік те мінді. ең бастысы, ешкімнен қорықпайтын еркін өмір сүре бастады. жүзіне қайтадан күлкі оралды. ал нұрланның өмірі керісінше болды. анасының айтқанымен жүрген адам ақырында бәрінен айырылды. жұмысы тұрақтамады, тұрмысы нашарлады. бір күні анасы өмірден өтті. сонда ғана ол өткен өміріне көз жүгіртіп ең үлкен қателігін түсінді. 5 жыл өткен соң нұрлан гүлнәрді іздеп тапты. ол бұрынғыдай емес еді. қарапайым киінген, жүзі шаршаңқы, көзі өкінішке толы. нұрлан гүлнарға келіп, «Гүлнар, мені кешірші, мен бәрін түсіндім. саған жасаған қиянатым үшін күнде өкінемін. егер мүмкіндік берсең, бәрін қайта бастайық», деді дірілдеген дауыспен. Гүлнар үнсіз тыңдап тұрды. бір кезде жай ғана жымиды. «мен сені баяғыда кешіргенмін. себебі өкпемен өмір сүру өзіме ауыр еді. бірақ кешіру, қайта оралу деген сөз емес. сен менің жастығымды, сенімімді, 6 жылдық өмірімді қайтарып бере алмайсың. мен енді өз бақытымды таптым». Ол осы сөзді айтып артына бұрылмай жүріп кетті. нұрлан үнсіз ғана қала берді. сол сәтте ол адамның ең қымбат байлығы ақша емес, кезінде бағалай алмаған адал жар екенін кеш түсінді. қорытынды: кейбір адамдардың қадірін олар кеткеннен кейін ғана түсінесің. бірақ уақыт ешкімді күтпейді. бір рет сынған сенім қайта бұрынғыдай болмайды. ал өз қадірін білген жан өткеніне емес, болашағына қарай қадам басады. арнаға тіркеліп отырыңыздар.